Балалар, бізде қазір әдебиет сабағынан ашық сабақ өтеді. Бүгінгі сабаққа барлықтарың белсене жақсы қатысады деген ойдамын. Бүгінгі сабаққа сендерге барлығына сәттілік тілеймін. Бүгін мен сендермен аман есен қауышқаныма бақыттымын. Балалар, сендер өздеріңді бақытты сезінесіңдер ме? Ендеше өзіңіздің ойыңызды өлең жолдарымен жеткізейік. Қане орнымыздан тұрайық. Biz baqıtlı balamız, birlikte kanat kapamız, болашаққа талпынып, ортай лаулап жанамыз. Жарайсыңдар. Сендермен бүгін топпен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші топ бізде бақыт топ болады, екінші топ байлық тобы, үшінші топ денсаулық тобы. Жарайсың. Аты түседі. Сол сұраққа, сол бала менің сұрағыма жауап береді. Нұралы айта қойшы, Абай Құнанбайұлы кім? Ақын, жазушы және аудармашы. Ол басқа халықтардың әңгімелерін бізге аударған. Жарайсың. Ары қарай жалғастырамыз. Айсұлтанға келген екен, Айсұлтан, Абай Құнанбайұлының қандай шығармаларын білесің? Абай Құнанбайұлының қыс деген, көктем, күз, жаз және ғылым таппай мақтанға дегенді өлеңдер білесің, тамаша. Абай Құнанбайұлы. Енді сендермен біз үй тапсырмасын қайталап алдық. Енді жаңа сабаққа көшейік. Қазір біз сендермен жаңа сабаққа көшу үшін, жаңа тақырып қандай болады екенін білу үшін сөз құра әдісіне көшеміз. Ол үшін мен сендерге ал қарайып қандай сөз шықты бізде? Бақыт деген сөз шыққан екен, тамаша. Сонымен балалар, біз жаңа бақыт деген сөзді таптық. Енді осы сөзді бүгінгі сабақпен байланыстырсақ, бүгін біз сабақта не туралы өтуіміз мүмкін? Қалай ойлайсың? Мен бақытты балам деген тақырып өтеміз деп ойлайсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Біз бүгін бақыт жайында сөйлесеміз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мен бақытты баламын. Және де түрік халқының ертегісі бақыт деген не деген ертегімен сендермен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыз шаңырақта сандар берілген, яғни осы сандарды сендер әр тапсырманы орындаған сайын өзімізге бір ұпайдан беріп, айналдырып отырамыз. Келістіңдер ме? Ой, шіркін-ай, мол байлығым болса, өмірім де жақсы болар еді. Бақытты болып, қызық дәурен сүрер едім, деп армандайды екен. Бір күні үйінің жанынан бара жатқан бірнеше ұяшық берілген. Қазір бірінші топтан бастап бір ұяшықтан таңдаймыз. Сол ұяшықтың артында сұрақтар жасырылған. Сол сұраққа әр топтан келесі бір оқушы жауап береді. Бірінші топ қайсы ұяшықты таңдаймыз? Үш дейді. Үшті таңдап көрейік. Қандай сұрақ? Неліктен бозбала өзін кедей бақытсыз санады? Ал Жұлдыз? себебі оның алтыны жоқ болды. Себебі менде алтын болса мен бақытты боламын. Тағы қалай ойлайсың? Менде ақша жоқ, байлық жоқ деп бақытсыз сезінді өзін. Жарайсың, өте жақсы. Тағы қосатыныңыз бар ма? Қарасаңдар, бұл шаңырақ әдісі. Шаңырақтың жоғарғы жағында бақыт деген не деген сұрақ тұр, Енді осы бақыт деген не деген сұраққа жауап беріп көруіміз керек топта. Ол үшін мен сендерге қазір экранға сөздер шығарамын. Сендер сол жердегі сөздердің ішінен тек керектісін ғана таңдап, мына шаңырақтың уықтарына әрқайсысына жазу керексіңдер, бірнеше сөзді. Сендердің түсініктерің бойынша бақыт не дейді?
тыныштық сақтайық. Ол бөлшектерде түрлі сөздер жазылады. Осы мәтінге қатысты. Сол сөздерді бір-бірімен ақпараттарды сәйкестендіруіміз керек. Ол үшін біз кітапты қолдансақ болады, немесе жаңағы өзіміздің тыңдаған ертеңімізден есімізде қалған ақпаратты қолдансақ болады. Түсінікті ме? Келесі топтар қане өздерінің пазлдарын, торсияны құрастырды. Жарайсыңдар. Мына топ бірінші не дейді? Кім оқып жібереді? Қане, қол көтеріңіз. Туралы Дені сау адам ең бақытты. адам. Дұрыс па? Келесі берілген ойды жалғастырып жазу. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде қандай ой берілген? Мен оқиықшы қане. Баламыз себебі. Қарай жазылған жоқ. Сендер енді әркім өзі үшін өзінің ойын не істеу керек дәптерге? Жазу керек. Неге сендер өздеріңді бақытты бала сезінесіңдер? Уақытымыз кетті. Бұл уақыт аяқталған кезде өздері береді. Бала сезінесіңдер. Қане, бір 4-5 баланың жазуын, не жазғанын тыңдап көрейік. Қане, мен қарап келесіз. Айсұлтан. Мен бақытты баламын себебі өзімнің отбасым жанында. Мен бақытты баламын себебі өз денсаулығым сау. Мен бақытты баламын өйткені өз үйім бар. Өзіңнің отбасың бар, бәрі жақындарың жанында деп. Жерде 5 асылыс, сендер білесіңдер, Абайдың айтып кеткен, иә? Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой деп айтқан болады. Түйген ойым, бүгінгі сабақтан не өзімізге ой алдық? Айсұлтан. Бүгінгі сабақта түйген ойым, ол мен денсаулығым, ол менің байлығым. Денсаулығым менің байлығым деп ой түйген екен. Бүгінгі сабақты бекер өткізген жоқпыз, иә? Өзімізге бір үлкен тәрбие, үлкен сабақ алып қайттық бүгінгі сабағымызда. Енді әркім өзін бағалады жаңа. Қане қара, кім өзін қаншаға бағалады? Так, нөптер айта ғой. Иә, айта ғой. Иә, неше? 9 болып еді. 9-ға бағалайсың, иә, өзіңді? Тамаша, жақсы. Елемін. Енді бәріміз сабағымызды мына сөзбен аяқтайық. Қане, орнымыздан тұрайық. 1, 2, 3. Ең бақытты адам денсау адам. Өткізілген сабаққа рефлексия жасайтын болсақ, сабақ мақсатқа сай жоспарланып, кезеңдері жүйелі түрде құрастырылды. Мақсатқа жету үшін оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін түрлі әдіс-тәсілдерді қолдандым және жасанды интеллект мүмкіндіктерін де барынша пайдалануға тырыстым. Мақсатқа жету үшін түрлі әдіс-тәсілдерді қолданған кезде оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артып, өте белсенді жұмыс жасады. Оқушылардың жұмысы топтық, жекелей жұмыс түрлерінде ұйымдастырылды. Атап айтатын болсақ, сұрақ менен, жауап сенен, тыңда және түсін, 5 сұрақ деген сияқты әдістер өте тиімді болды. Өтіп жатқан бөлім құндылықтар бөлімі болғандықтан да оқушылардың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру үшін шаңырақ, киіз үй деген жаңа топтастыру әдістері, бағалау әдістері өте тиімді болды деп есептеймін. Атап айтсақ, торсия әдісі арқылы оқушылар өтілген ертегінің жаңағы негізгі тұстарын анықтап, ондағы мәліметтерді бір-бірімен сәйкестендіріп, өз ойларын жеткізіп жатты. Және де ой жалға әдісі өте тиімді болды сабақ қорытындылауда. Себебі білім алушылар алған білімдерін өмірмен байланыстырып, өздерін неліктен бақытты бала санайтындықтарын жазып ойларын жеткізді. Және сабақты қорытындылауда, рефлексия жасауда Абай Құнанбайұлының шығармасы негізінде алынған 5 асыл кері байланысы өте тиімді болды. Білім алушылар не құнды болғанын, өмірде осы алған білімдерін қалай қолданатындығын және қандай ой түйгендіктерін жеткізді.
нәтижесінде ертегі кейіпкерлерінің іс-әрекетіне білім алушылар баға беріп, салыстыра отырып, оқушылар бақыттың мәнін түсінді, өз өмірлеріне мысал келтіріп байланыстыра алды. Сабақ мақсатына толық жеткіздім деп ойлаймын. Сабақтың мақсатына назарларыңызға рахмет.